Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз сөз таптары. Сөз таптарының ішінде зат есім. Жалпы сөз таптары тілдегі сөздің лексикалық мағынасына, морфологиялық түрленуіне, синтаксистік қызметіне қарай топтарға бөлінуі. Заттың атын білдіретін сөзді зат есім дейді. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, әншілер, кеме, ағаштар, мектеп, тағы басқа сөздер. Зат есім тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі зат есімге жер, су, қала деген сөздер жатады. Түбір сөзден ғана құралған. Ал туынды зат есімге оқушы, айтыс, білім, тағы да басқа сөздер жатады. Неге туынды зат есім? Өйткені түбірі оқу деген сөзге ш жұрнағы жалғанып тұр. Сондықтан да бұл туынды зат есім болып есептеледі. Зат есім құрамына қарай дара зат есім және күрделі зат есім. Дара зат есім бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, от, ара, қант, оқушы деген сөздер. Ал күрделі зат есімге кемінде екі сөзден тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, мәдениет үйі, ата-ана деген сияқты сөздер. Зат есім мағынасына қарай деректі зат есім және дерексіз зат есім болып бөлінеді. Деректі зат есім көзбен көрінетін заттың атауы. Бүгінге сабағымыз осы. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.